алейкум, азиз телесерджілер, сіз Миле телеканалында Хаберлер информацион программасыны сейретесіңіз. Студияда мен Лилевиджа Челышам ешімдікі сатқа бөле малюмат. Федераль мақсади программа бойынша құрылған объектлер насыл дәрежеде болуна Девлет Миллетлер комитетінің эсабаты. ЮС-2 ФМ әндеден башлап Ватан Седасы радиосыны Орқапу Эрмені базар шәрлерінің әмді Джурчеве Орқапу районларының сакинлері әшіте біле. Бедава адливи консультациялар Қырымның районларында девам еті. Бұ сефер Судақ шырының сакинлері өз меселелеріні сесленділелер. Учкере кадастровый номер версіндер үшін заявлено аризалар вердім. Учкереде отказ. Жауап алып алмадым. Қырым тарихында қадынлар Серлевалы Сергі Ахмеджетте açıldı. Бүгін Қырым Жұмхуриет миллетлер ара мунасибетлер ве сүргун олынған гражданлар ишлері бойынша Девлет комитетінде невбеттеки топлашу болып кечті. Анда федераль мақсади программаға кірсетілген 10 объект құружылы ақта эсабадынленілді. Қырым татарлар топлу яшаған ерлерде 2016 сененің декабрь айында құрылып башланған чоқусы бала бақчалар енді эсас ішлер бежірлігіне азырлар. Кімер объектлерде газ, су ве энергетик тімілі бақлы суалер ачық қала. Топлашуда капиталь құружылық қызметінің, Девлет құружылық экспертизаның векиллері, беледие тешкілетлар реберлері, құружы шыркет велейха тешкілетларының векиллері иштирак еттілер. Девлет Миллетлер ара комитетінің рейсі Заур Смирнов қайдетті ки, құружылық алып барылған объектте базы проблемлер бар. Меселе Қырым татарлар топлы яшаған хош келді қасабада бала бақча құрылажақ ерді электрик тремелер ерлеші. Оның үшін жерян тоқталды. Амма бұл меселені энді чезелер, деді о. Было принято сегодня решение о том, что все строительные площадки, на которых ведутся работы, будут оснащены камерами видеонаблюдения. Эти камеры будут выведены в центральный штаб, который в Совете Министров находится. Ну и к нам, в Государственный комитет, мы сможем в режиме онлайн полностью контролировать ход выполнения всех строительно-монтажных работ. Также сегодня обсудили вопросы по остальным 28 объектам, которые касаются вопросов обустройства реабилитированных граждан. Это жилые дома, подчеркиваю, это школы, это детские сады, это линейные объекты, дороги. Поэтому в целом напоминаем 38 объектов федеральной целевой программы, которая направлена на обустройство репрессированных граждан, реабилитированных граждан. Мы непосредственно начали в этом году и уже к концу года получим по ряду объектов ввод в эксплуатацию. Бежерілген ишақта эсабатны Девлет Миллетлер ара комитетінің Қырымдан сүргін етілген халықлар абаданлашуы бойынша бөлігінің мудирі Сафтер Абдурахманов эсабат берді. О тариф етті ки Қырымда құрылайатқан 25 объект бойынша Русия Федерация президентінің мемуриеті тарафындан қатты незарет олacak. Оларның кемерлеріні Русия Федерациясының иқтисади инкишаф назирінің муавины Сергей Назаров зиярет етті. Сергей Макарович Назаров, в частности, из наших объектов посетил объект еще детский сад на 140 мест в городе Судаке, в массиве Янгмале. Там объект тоже, в принципе, нормально, уже работы ведутся, котлован вырыт, уже есть фундамент. И, в принципе, исходя из того, что увидел Сергей Макарович, поэтому пошла такая информация, в принципе, более положительная. Қырым татарлар топлы яшаған чоқысы ерлерде балабақчалар ве мектеплер құрылы башланды. Яқын вақытта кележекті Қырым Мундистік педагогика университеті угынды полиэтник меркез олажақ ерде эсас құружылық ішлер башланажақ. Бүгінгі күнде құружылық ішлер сасында музбет деңішмелеріні қайд етмек мүмкін. Мисал үшін иштимай эмиет ташыған 25 объекттен дорты Жұмхуриет башының тешкерівіне йоланылды. Қайд етмелі ки иштимай эмиет ташыған 3 объектні Сергей Аксенов шахси незаретіне алды. Фазиме Сейтмамуд, Умер Мустафаев, Миллет үшін. ДНР Киевге тижари қамачав илян етті. Өзі-өзіні илян еткен Жұмхуриетінің елбашчысы Александр Захарченко білдірді ки, Донбасс сакинлері Украина тешкіл еткен қамачав вазиетінде яшамаға өгренділер. Енді ДНР Киевге қаршы қамачав илян етті. Январның сонында Донбасстаки арби операцияның сабық іштіракчылары Юр Демирьол бағны блок еттілер. Қамачав себімінден Украин тарав Донбасста чықарылған ве яқарлықның эсас чешетлері бұрысы олған антрацит көміріні сатын алып олмай. Украина хакимияты энергетика сасында февкуляде чәрелер кірсетмеге мечбур олды, бір sıra санайы муасиселері өз ішіні тоқтатты.
Август айына Қырым татар ватан седасы радиосы Қырымның әрбір көшісінде яңғырajaq. Радио яйынлавы бүтін ярымаданы қаплап алуға ырышмек ниеті ақында Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек білдірді. Әрбір инсан очунгар янындамы яды женюбе ялыда бұлынамы туған тіліні ве она мерақлы олған мевзуларны ішітмек керек, деді мебус. Орқапы әрмені базар шәрлерінің әмді жүрші ве Орқапы райоларының сакенлері әнді ватан седасы 102-8 далғада ішіте білелер. Хатарлатамыз, ватан седасы адлы радио осен лавыны февральның 6-сында башлады. Геже балақлы ава yolunda маршрут автобусы юк фургонына келіп орды, микроавтобусының айдавжысы ілі қолды. Шатлар айтқанына көре туман себебінден yol яқшы көрінмеді, нақлие васталары көшелерінен урылды. Фургон айдавжысы чеші дереже яраларынан хастаханеге еткізілді. Yol нақлие қазасының йоқ етілуінде Русия ве Ақияр февкулиде вазиет назырлігінден 10 инсан ве 3 нұсқа мақсус техника çalıştı. Девлет милетлері комитетінің невбетеке әдлежелер консультациясы судақта кешті. Бұл сефер гражданлар топрақ мұнасибетлері ве іштимаи тазминатлар иле бағлы суалер иле мұраджат еттілер. Қалған тавсилатларыны София Шукурова біле. Адлиежелерден меслят алмақ үшін Өзбекистан гражданы Сайылған Ленура Мамутова мұражат етті. Айта ки 2014 сенесі оғлонен берабер Қырымға авдет олынды. Ама бұл күнге Русия гражданлығына алып оламай. Бұл меселе себебінден башқа проблемлерді пейда ола. Пока приехали я и сын, а там у меня еще остались в Узбекистане сын, сестренка. Ну, думаем, вот сделаем гражданство, а потом уже их потянем, но все затягивается. Ну, РВП есть, устроилась на работу, работаю. Сын на частном, не может работать. У него даже страховки нету, не снился, ничего нету. Вот сейчас что-нибудь случится, ни в больницу, никуда не сходить. Проблемы есть, конечно. Жилья нету. Где работаем, там и живем. Будет закон, будет упрощенная программа, может что-то где-то сдвинется с места. Ждем. Исмаил Ибраимов адлиежелерге топрақ меселесі бойынша мұражат етті. Исмаил Бей айта ки 1991 сенесі Өзбекистанған Қырымға қайтты. 1993 сенесі Судақның Қырым татар топлу яшаған ерінде алчақта топрақ дамартасыны алды. 2014 сенесі есе Ибраимовлар айле чоқбалылы олғаны үшін квартира әлде еттілер. Топрақ дамарталарында оғлу үшін Исмаил Бей ев құрмаға башлады. Ама весиқаларнен проблема чықты. Участка алған едік, уман құрдық евні бумалгечек, госакт, документтерін япып ол алмадым. 3 кере кадастровый номер версіндер үшін заявление, аризалар вердім, 3 кереде отказ, жауап алып ол алмадым. Бүгін кене баштан башла, кене баштан заявление веріп, кене жаңыдан башласаң, бекім olur деп неттілер. Девлет милетлер комитетінің адлиежелері әрбір мұражат кен инсанға бірді-бір меселе бойынша тефсейлер берділер. Топрақ гражданлық ве реабилитация весиқаларының алынуы бойынша чоқ мұражат олды. Адлиежелерінің сөзлеріне бинаен беклемек керек бұл меселелерінен бағлы қануларға денішмелер керсетіле. Наиболее актуальными тоже на сегодняшний день стоит вопрос оформления земельных участков. То есть у каждого человека разная ситуация. То есть нами были даны разъяснения согласно законодательству Российской Федерации, а также законов Республики Крым. По гражданству ожидается изменение, то есть ждем внесения изменений в законопроект об упрощенном получении гражданства Российской Федерации. По реабилитации ожидаются также изменения, нововведения будут. То есть на сегодняшний день депутат Государственной Думы Российской Федерации Руслан Исмаилович Бальбек занимается данным вопросом. То есть разрабатывается проект о внесении изменения в закон. Как будут приняты закон, то есть мы будем освещать. Судақ шерінде Девлет милетлер адлиежелерінің консультацияны алмақ үшін 25 инсан yazıldı. Адлиежелерінің невбеттіке чықыш меслияты март 10 күні Сақ районында олacak. Bizim телеканалымыздың анонсларыны қачырманыз. София Шукурова, Эдем Исмаилов, Миллет үшін. Қырым шарап чықарыжылары федераль соведе қой қожалық истесалжыларынан тен олажақлар. Бұл уақта бүгін изумжелік ве шарап чықарған саларының ең бұйық муассеселерінен ребелері еле Күршілде Девлет Дума мебусы Андрей Козенко білдірді.
О қайтеттеке Қырым шарабы бүгін тек Ярымадада ве Русиеде де гілді мемлекетінің сынырларындан тыш қиметлі. Девлет Думами бұса айтқанына көре муэссеселерге бүгін девлет дестек көстермек керек, енді федераль севейде музакере етілген кемер тефсилер де бар. Наши сельхозпроизводители, участвуя в свободной экономической зоне, могли пользоваться подводными водами. Сегодня это запрещено, но мы соответствующим проектом закона, который принят уже в первом чтении, это учтем, и наши производители будут пользоваться подземными водами как участники свободной экономической зоны. Второе, конечно, это приравнивание виноделов к сельхозпроизводителям. Это тоже очень важно, потому что те производители, которые сегодня имеют насаждения виноградников, должны иметь равные возможности на получение государственных субсидий, на раскорчевку, на посадку новых виноградников. Это тоже очень важно решить. Ама кой ходжалық истесалжыларынен тек өз өзімінден шарап чықаржылары тен олажақлар, яғни бұл муэссеселер тек шарап чықармақтан ғары өзім асырабынен де оғырашмақ кереклер. Анюхин 2014 сененің башындан берлі Қырымда юзумжилік ве шарап чықарылуы фаал инкишаф еті башлады. Юзум асырабы үшін айырылған мейданлар кенлеші. Бүгінгі күнде бірінші ерлерде евелке кебі Қырымның Ақмеждет ве Бақчысарай районлары ерлеші. Нежинский, Новогригорьевский ве Просторнинский кібі уч суванбарның құручылық жеряны толу шекілде алы барыла. Хатырлатамыз, 2014 сенесі Украина акиметінің Эміреле Шимали Қырым каналындан сув берілмесі тоқтатылды. Бұл себептен Ярымаданың Кемер районларында сув етішмемезлігі пейда олды. Более районларының бұрысы сейтлердір. Яны сув ағы үшін арықлар қызылған ерде бізім телевизион тақымымызда болынды. Бутун Ярымаданы сувнен темин этмек вазифесі қолай дегіл. Шымды Сейтлер районында сув ағы құрула. Бутун Ярымаданы сувнен темин этмек вазифесі қолай дегіл. Шымды Сейтлер районында сув ағы құрула. Оның вастасынен сув Шимали Қырым каналына түшірілежек. Андан есе Қырымның жарқы тарафларына дарқатылажақ. Өтехазыслар айтқанына көре ишлер 2 hafta evvel башланды ве этаплар бойынша алып барыла. Это участок водовода от Нежинского водозабора до сбросной камеры номер 1 в Северокрымский канал. Это временное явление сбросная камера. Дальше водовод от сбросной камеры пойдет до насосной станции Октябрьская. Это самый сложный участок. Водовод прокладывается без отводов. Радиус поворота водовода 267 метров. Так и выкопается траншея. Диаметр водовода 900 мм чугун. Высокопрочный чугун с шаровидным графитом, покрытый внутри и снаружи, имеет защитное покрытие, так что водовод и долгосрочный. Бору ағның умуми uzunluğu 135 километрны тешкіл ете конкрет бұда марта 7 километрны. Бұл сененің июль айында бұл ішлер екінленмесі планлаштырыла. Бұл ағның ярдымынен сәкенлерге сув вақыт берілежек. Но это будет надежность подачи воды, обеспечения людей водой. Будет идти вода не по временной схеме, а по постоянной схеме. Сув ағы құрыжылық объекты федераль мақсади программа черчевесінде кечірле Булейханың ерне кетірілмесіне бюджеттен 26 миллиард рубль айрылды. Ишлер кетшатны көзетмек үшін Девлет Думами бұсы Константин Бахарев келді. Ойемин бұл ақ сув кетірілігі яда вақытқа жеберілігі мәселесіні yok edecek. Обеспечит сотни тысяч крымчан, это жители Феодосии, Ленинского района, Керчи, стабильным централизованным водоснабжением. Поэтому в Восточном Крыму очень ждут реализации этого проекта. И наша задача, после того, как Государственная Дума утвердила проект федерального бюджета, где предусмотрены средства на реализацию этого проекта и выделены эти средства в полном объеме, наша задача теперь обеспечить наш депутатский контроль за ходом реализации этого проекта, за соблюдением графика, за качеством работы со стороны подрядчика. И, безусловно, мы будем осуществлять такой контроль регулярно, для того, чтобы выполнить обязательства, взятые на себя перед крымчанами, чтобы нормализовать ситуацию с водоснабжением в Восточном Крыму. Суванбар құрыжылғы 2020 сене екінленежегі планлаштырыла. Оның ярдымынен бұтын Шарқы Қырым сувнен темин етілежек. Алиме Кайбулаева, София Шукурова, Рамазан Аливапов, Миллет Ичун. Қырым Қавмият музейі Исмаил Гаспринский адына медиамеркіз үшбірлік ақта анлашма имзаландылар. Медиамеркізінің наш Қырым серлевалы межмосында Қавмият сайфы чықы башлажақ. Анда музей фаалеті ақта оның топламындан уникаль эшялар ве Қырымда кечкен сергілер ақта малюмат тақдим етілежек.
Хрым Хавмият музейи Вегаспринский адына медиа меркез аңлашма имзаладылар. Onun esasında Нашкрым мечмуада Хрым халқарының медениеті ве музейінің фаалиеті ақында этнографик малюмат дерчетілежек. Медиа меркезінің мудиры Оксана Лапада bu аңлашма эки медени меркезінің ішінде мұйым бір ер алачағында емин. Появление такой этнографической страницы. Мечмуада бойле Хавмият сайфасы пейдаулывы яны охуйчыларны желпеттер деп үмітетем. Мечмуада мерахлы олур. Анда ярмадада яшаған чешит халқларның Хавмияты тарихы медениеті ақында малюмат тағдым этілежек ве бұл Хрым сәкенлеріне ве мусафірлерге мерахлы олур. Хрым Хавмияты чешит халқарының мерахы ве зенги медениет тарихыны тағзым еті. Хрымда яшаған, хусусан сүргін етілген халқарының уникаль шейлеріні топламақ ве оларны сақамақ бұл музейінің эсас вазифесідір. Шымды музейде 13 бинден зияде бойлы кебі шейлер тағзым етілген. Бұл сене музей ос 25 елғыны хайдетежек. Музейінің музиры Юрий Лаптев хайдетті ке, мечмуада дертетілежек махалелер Хрым сакенлеріні ярымадамызда яшаған 25 халық медениетін ән парғақ нуминелерінен таныш етежек. Ведет нашу работу. Фаалетіміздің планы олачақ ве әрбір малюмат yüksek seviyede тағдым етілежек. Менімce Нашкрым мечмуасы мұтлыққа әрбір Қырым китапханесінде ве ән esası Қырымның әрбір мектебінде олмақ керек. Ожалар бұл белгелеріні өз ишлерінде қолана білелер. Нашкрым мечмуа яны сағаларында Хрым халқары ақта махалелер әлібет әртібінде дерт етілежек. Мечмуаға елінің екінші ярысында абуне олмақ мүмкін. Мы будем описывать также. Қырымда яшаған халқлардың елбаш мересемлеріні тасвир етежеміз. Медениеттер мұнасебетлері девам еттіреле. Халқларының музыкаль анелері ақта да мақалелер олacak. Sonra эдеби сайфелер ана тілінде yazған муйлефлерінің рус тіліне тежремесіні басмаға тырышачамыз. Бұнен берабер Оксана Лапада айрыжа хайдетті ке, Хрым халқарының тарихы Хавмияты ақта белгілер оларының тіллеріні, тарихыны ве урф аделеріні сақап қалмаға ярдым етер. Диляра Шевкетова, Аким Бекиров, Милет үшін. Қырым татар халқы әр вақытлары ос емек северлігі ве истидатлығы еле мешур еді. Бізім қараманымыз ватандашымыз Сейтея Сейдаметов ғұрбетліке ос милетіні емек север кібі танытты. Оның қорантасы женкіні көрді, сонра башындан сүргінлік кечірді. Сейтея бей Өзбекистанда Ташкент велятінде коммуна адлы совхозда 30 елдан зеде чобан олып чалышты. Қой қожалық сасында yüksek ірішмелері үшін екі кере Ленин ордені иле мүкефатланды. Yazıq ki ana toprağını көрмейіп, 50 yaşında dünyanı terk etti. İcedi takımımız Сейтея бейінің қорантасы ile көрішіп, emekdar insanın ömür yolunu öğrendi. Сейтея Сейдаметов федакар ве эмекдар инсанлардан бірідір. Бұ адам чобанлықнен оғырашып зенатына буюк авеслікнен ве мерахнен янашайды. Қой бақувға бүтін омырыны бағышлады десек доғры олар. Тәжірибелі чобан қой ве қозу остурмекні яқшы біледі. Оның ярдымынен совхоз қойларының сайысы ел-елдан артайды. Ана баш қойлардан сағлам әмді чоқ қозу доғылып, 1011 баш қозу еріне 1907 сағлам қозу алынайды. Гүзел көстіргечлер үшін 1966 сенесі ona бірінші кере Ленин орденini берділер. Ішкірліктен анау-мынау зинаты жоқ еді чобанлықтан башқа. Мына бұл кәтларын топлама ярады, юаш кіші еді. Бір кере шамарына ашамадым. Сейтея Сейдаметов 1937 сенесі Ахмеджит район Мамут Султан көйінде доғды. Чоғбалы Қорантада осты. Халқымыз кебі Орта Асияға сүргін етілді. Анда Ташкент велаетінің чөлеріне тұшты. Шу жүмледен яшайышны чобанлық ile бағлады. Сейтея Сейдаметовның әмек қараманлығы ақында чешіт матбуат васталарында yazılған еді. Ленин байрағы адлы газетада да мақале басылды. Чешіт ярлықлар ile мүкафатланды. Оның омыр арқадашы Эдебе Сейдаметова ақайны бойле қатырлай. Қозы планы ер вақыт артығачынен 30-35 тәне зияде қозы береді. Башқалары 100-ге де етіштірмейлер. Қозлаған қозысыны боңқы 130-135 бола. Қараманымыздың дор тоғлы 9 торыны ве 8 торындан торыны бар. Шындыки заман оның қорантасы Тевел көйінде яшай. Сейтея бейінің оғылары балалықтан бабасына тарлада ярдым етейді. Сейтея Сейдаметов 50 yaşında олғанда оның юрегі dayanmadı ве ана топрақны ойледі көрмейіп, ғұрбетлікте вефат етті. 16 yaşına açık көнен жүрді. Әп жүрді тауларда, еріп жүрді, қозлаған вақытында. Yardım etecek vaxtında pastane barıp yardım edip жүрдік. Өзі өліп кеткен соң артынан соң bizler bakıp жүрдік қойларын.
Кырым татар медени тарихи асабалык музейінің хадимлері Ленин ордені элде еткен ве ичтимаи эмек хараманлар мевзуларыны огренмекні девам етелер. Музейінің илми хадимы Мустафа Мустафаевның фикіріне көре, Сейтияя Сейдаметовның эмек нәтижелері ичтимаи эмек хараманы унвадына лайық. И вот 73 1973 сенесі о ичтимаи эмек караманы унваны наил oldu. Ләкин кырым татарлар ватанга кайткан девр улганы үчүн она алтын йылдызны бермедилер. Тек экинчи Ленин ордені бердилер. Этиби Сейдаметова яшларымызга бойлы насихатлар берді. Алла sizlerге bütün yaşlarga uzak ömürler, sağlık, selametliklер, yaxşı baxtlı, bala çağalı bolup yaşamaklar kısmet etsin. Yaş yauqanı, cemi cümle yaş yauqağı. Bizlerin yaşlarımızga yetip, bizlerin kındayı açılı, tuzullu dögül de tatlı, mabet, uzak ömür görmekler kısmet etsin. Vatandaşlarımız Kırım'da ичтимаи эмек караманлары үчүн аллея ачылачагына умут этелер. Böylelikle оларның эмек жасареты эбедиен тарихта калачак. Айша Шылакова, Аким Бекиров, Миллет үчүн. Земаневи devirde kadının rolü nasıl? Bu sual insanlarını çok yıllar devamında meraklandıra. Kırımның Devlet Arxiv Hizmeti ve Cumhuriyetinin Devlet Arxivi tarihi vesikalı sergi keçireler. Onun serlevası Kırım tarihinde kadınlar. Anda cenkten evvel ve cenk devrine kadınlarının fotosuretleri, albumları ve vesikaları takdim etildi. Bizim muhbirimiz Sultaniye Меджид foto sergisinin açılımında bulundu. Kırım tarihinde Kadınlar adlı fotosергінің açılığı Kırım Devlet Arxiv Hizmetinde olup geçti. Serginin maksadı Yarımada tarihinde kadının rolünü göstermektir. Onun negizinde emekseverlik ve vatanға sadıqlıq anenelerini yetkizmektir. Birincidен biz Kırım kadınlarını kahraman olarak göstermege istedik. Mında artistlerini, ictimai emek veteranları, belli cemaat erbaplarını gösteremiz. Ve elbette onların hepsi bizler için pek meraklıdır. Serginin ekspozitsiyasına 100'den ziyade eksponat kiri. Olar Kırımның tarihinde kadının rolünü gösteriler. Fotoresimlerde çeşit millet vekilleri takdim etilgen. Mında Kırım tatar kadınları da çok fotosuretlerde cenkten evvelki devrinin kadınları Kırım tatarlarının urf adetlerini ve turmuşunu aks eteler. Mında pek meraklı eksponatlar var. Çeşit fotoresimler, esasen nağışçılar takdim etilgen. Eğer bu fotoresimler cenkten evvel vakitinde yapılgan olsa, kadınlarının nasıl milletvekili olganını seçip almak mümkün. Eksponatlardan birisi Ulu Vatan cenkinin iştirakçısı Kızıl Bayrak Orden Kavaleri ve Rusya Federasyasının haramanı Alime Abdinanovaga 1964 sene berilgen spravkası oldu. 19 yaşlı haraman özü istihbarat takım yarattı. Olar Sovet ordularının reberlerini nemsi askerli yerlerini deniştirgenini akta malumat ketkizi ediler. 2014 senesinin sentyabr ayında Vladimir Putin cesur ve mert Kırım tatar kızga Rusya haramanı unvanını verdi. Biz Rusiyanın kahramanı Alime Abdinanova hakkında malumatını takdim ettik. Mında onun tercümeyalı cenkten evvel ve cenk zamanlarda faaliyeti hakkında meraklı faktlar var. Serginin açılımında siyasi medeni cemaat erbabları ve Ali Okuf yurtunun studentleri bulundular. Men bu sergini gerçekten de beğendim. Kırım kadınları, onların kahramanlığı ve cesurluğu hakkında çok yanı malumatlarını bildim. Bunun beraber sergide Alime Abdinanova'nın kahramani yolunu öğrendim. O Rusya kahramanı olup hepimiz için büyük galebeni kazanmağa yardım etti. Kırım tarihinde Kadınlar adlı serginin eksponatları Kırım cemiyet için meraklı olabilir. Çünkü onlar yerli malumatlarga esaslana. Sultaniye Меджид, Dmitri Nizavoy, Millet için. Mart'ın 6 günü Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitetinden birinci Kırım Tatar Olimpik çempionun SSR'de nam kazangan sport ustası Rustem Kazakov'nın 70 yılına bağışlangan tedbir olup geçecek. Episi istegenler saat 14'ünde davet eteler. Şimdiki bolgan malumatlarımız edi bizim televizyon takımlarımız yanı malumatlar üzerinde çalışmaktalar. Nöbetdeki yayınlarımızı kaçırmanız efirde görüşmek üzere sağlıkla kalınız.